әскери теңіз флоты кез келген елдің уысына түсетін мүмкіндік емес. Алып державалардың қоржынында бар әскери теңіз флоттарының ең мықтысы ақш. Сіздерге жер бетіндегі ең мықты 6 әскери теңіз флоты туралы ақпарат береміз. Сәлем, ендеше көреміз. Франция елінің әскери теңіз флоты Еуропа бойынша екінші орында тұр. Шарль де Голль. Француздардың ең алып флоты. Флоттың салмағы 42.000 тонна. Кемеге 40 түрлі ұшақтың түрі қона алады. Флот атомдық суасты кемесімен жабдықталған. Оны Триумфан деп атайды. Триумфандар баллистикалық М4С 6000 километрлік ракетасымен жабдықталған. Одан бөлек М51 10.000 километрлік ракета да бар. Францияның әскери теңіз флотында 98 әскери кеме бар. Ұлыбритания. Су патшалығы атауын алуға әбден лайық есептелген елдің бірі Ұлыбритания. Себебі ағылшындардың әскери теңіз флоты жер бетіндегі ең мықты флот деп есептелген. Қазіргі мәртебелінің атағы көлеңкеде қалды. Дегенмен бұл бәрін жоққа шығармайды. Бүгінде Ұлыбританияның әуе кемесін тасымалдаушы флоты жоқ. Тек 2 флоты бар. Queen Elizabeth. Бірақ екеуі де өңдеуде жатыр. 2018 жылы аяқталуы керек. Өкінішке орай ағылшындардың құралдары жетпегендіктен әуе кемесін тасымалдаушы борты салынбады. Одан бөлек қорғану қабаты да алынып тасталды. Ұлыбританияның әскери теңіз флотында 77 әскери кеме бар. Қытай әскери теңіз флоты әлемдегі ең көп құрамдас флот. Онда 495 түрлі кемелер бар. Ең алыбы Liaoning, салмағы 59.000 тонна. Флотта стратегиялық зымырандар тасымалдаушы Цинь 094 суасты атом сүңгуірі бар. 16 баллистикалық ракетамен жабдықталған. Ұзақтығы 8-12.000 километрден арасы. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Жапон әскери флотының барлығы дерлік ірі. Оларды бұзушылар деп атауға болады. Олардың негізгі ірісі екеу, Hyuga және Sirane. Салмақтары 10.000 тонна тартады. Бұл ғана емес, 2017 жылы жарық көрген Идзумо кемесі 27.000 тонна тартып, Жапон флотының қатарына толықтырылды. Жапон флотында 127 әскери теңіз кемесі бар. Атом пайдаланбаса да, Жапон флоты әлемдегі ең мықты әскери теңіз флоты деп есептеледі. Ресейдің жалпы флотында 280 кеме бар. Ең мықтысы 114 Арлан кемесі. 25860 тонна тартады. Бұдан бөлек 1164 Атлант крейсері бар. 11380 тоннаға тең. Ал ең алыбы Кеңес одағының адмиралы Кузнецов флоты 61390 тонна. ақш. Америка Құрама Штаттарының флоты әлемдегі ең үлкен және ең мықты флот саналады. Онда 275 түрлі кеме бар. Оның ішінде 10 шақтысы әуе ұшақтарын тасымалдауға арналған. Мұндай күш жер бетінде ешбір елде жоқ. ақштың әскери күші де осы теңіз флотына негізделген. ақш флотының ең алыбы Джеральд Форд. Ол 100.000 тонна тартады. Одан бөлек ақштың сүңгуір кемелері де зор күшке ие. Олардың күшін қайтару қазіргі кезде ешбір елдің қолынан келмесі анық.
Егер де осы елдердің флоты қаншалықты мықты екенін білгің келсе, World of Warships ойынына тіркел. Теңізде соғысу қаншалықты қызық екенін байқайсың. Егер де кеме капитаны болсаң, қандай тактика қолданар едің? Мықты болсаң, тіркел де дәлелде.